Ассалаумағалейкум қадірменді көрермендер, біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз хабарымызда Қазақстанның әскери өнеркәсіп кешеніне көз жүгіртетін боламыз. Жерінің аумағына бүкіл батыс Еуропа елдері тұтасымен сыйып кететін, ал мемлекеттік шекарасының ұзындығы 13.000 шақырымнан асатын Қазақстан үшін әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету бұл басты міндет. Қанша жерден стратегиялық одақтасымыз бар деп, сол одақтас елден қару сатып аламыз дегенмен, бұл одақтасымыздың болашақта бірінші нөмірлі жауымызға айналмасына кім кепіл? Сондықтан жау жоқ деме жар астында деген өзімізде әскери техниканы шығару және дамытуымыз керек. Кеңес одағы кезеңінде Қазақстан аумағында қорғаныс өнеркәсібі кешенінің 50-ге жуық кәсіпорындар жұмыс істеген. Олар республиканың бүкіл экономикасында маңызды рөл атқарды. Сол кәсіпорындардың маңына Ленинск, Степногорск, Шевченко, Курчатов және тағы басқа сияқты қалалар салынған екен. Қазақстанда ол кездері мынандай қару-жарақ түрлері шығарылған. Атыс қаруы, түрлі мақсатта кемелер мен сүңгуір аппараттары, авиацияға арналған радиоэлектронды құрал-жабдықтар, байланыс құралдары мен рэп, теңіз қаруы, әскери техниканы тасымалдауға арналған парашют жүйелері, навигациялық құрал-жабдықтар, зымыран жүйелері, зымыранға қарсы қорғаныс және әуе қорғаныс жүйелері компоненттері. Атап айтарлығы, олардың ішіндегі негізгілердің бірі әскери теңіз флотына арналған қару мен құрал-жабдықтарды өндіру болатын. Сырттан тасымалданатын оқ-дәріге тәуелді болмауы кез келген елдің ұрыс жағдайына дайын болуының басты шарты. Онсыз ешқандай ұзақ мерзімді әскери операцияны немесе қорғанысты жоспарлауға болмайды. Себебі қарсы тарап әрқашан оқ-дәрімен жабдықталу жолдарын қиып үзуге тырысады. Сонымен бірге саяси шешімдердің кесірінен халықаралық қауымдастық тарапынан атыс қаруларын сатуға шектеу қойылуы мүмкін. Бір сөзбен айтқанда, өз оқ-дәрі өндірісінің болуы стратегиялық қамсызданудың басты міндеті. Жеке оқ-дәрі өндірісінсіз кез келген жоспар үлкен тәуекел, ал оның болмауы өте дөрекі стратегиялық қате болады. 2003 жылғы 13 наурызда Қазақстанның қорғаныс өнеркәсібі кешенін басқару жүйесін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы холдингтік компаниясы құрылды. Аталмыш компания машина құрылысы саласы кәсіпорындарын бірыңғай құрылым қорғаныс өнеркәсібі кешеніне біріктірді. Қазіргі таңда Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы қорғаныс өнеркәсібі кешенінің негізі болып табылады. Оның құрамына 26 ұйым кіреді. Оның ішінде 26 еншілес, 3 бірлескен бақылаудағы және 6 тәуелді қорғаныс кәсіпорындар кіреді. Компанияның жалғыз акционері Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамы болып табылады. Бүгін Қазақстан инжиниринг қызметтің келесі түрлерімен айналысады. Қазақстан Республикасы күш ведомстволарына және экспортқа арналған арнайы мақсаттағы өнімдерді өндіру және қызметтерді көрсету. Мұнай газ кешеніне арналған құрал-жабдықтарды өндіру. Темір жол кешеніне арналған құрал-жабдықтарды өндіру. Ауыл шаруашылығының машина құрылысы, радиоэлектроника. Арлан бронды дөңгелекті көлігі, өндіруші Қазақстан Paramount Engineering. Арлан бронды дөңгелекті көлігі даладағы және көшедегі ұрыс кезінде пайдалануға арналған. Машинаның табаны биік, жол талғамайды. В тәрізді табаны оны минаға түскен жағдайда жарықшақтарды шашыратып жіберіп, жарылыс қуатын сейілтуге қабілетті. Оның дөңгелектері 8 кг тротилге татитын жарылысқа, бүйірлер 5 метр жерден 50 кг тротилге татитын жарылысқа төтеп береді. Машинаға 10 жауынгерге дейін сияды. Қабырғалары сауыт бұзар 7,62 мм оққа, Драгунов винтовкасына және натолық 12,7 мм оққа шыдайды. Жылдамдығы 100 шақырым сағатына дейін. Арлан бронды дөңгелекті көлігі Қазақстанның ауа райына бағышталып жасалған. -50 градустан +50 градус аралығында қалыпты жұмыс істейді. Әйнектері берік, оққа төзімді. Ату процесі толықтай автоматтандырылған, компьютерленген атыс кешені жауынгердің машинадан шықпай-ақ нысана көздеп, оптикалық зом жүйесі бар, оқ жаудыруына мүмкіндік береді. Машина алғаш рет Астана қаласында өткен Кадекс 16 әскери техникалық
жарық көрмесінде көрсетілді. Қазір Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінің әскери бөлімшелеріне пайдалануға берілген. Қазақстан Paramount Engineering өндіретін бронды техника МРАП минаға қарсы күшейтілген қорғаныс технологиясын қолдануды көздейтін жаңа стандарттар бойынша жасалады. Бұл типтегі көліктердің көпшілігінде үлкен жол саңылауы бар. В тәрізді бронды капсула бар. Олар сынықтарға жақсы қарсы тұрады және жарылыс энергиясын тиімді таратуға мүмкіндік береді. Бұған дейін қазақстандық армияда мұндай техника болмаған. Бронды көліктерге оңтайлы ату сипаттамаларын беру бойынша Қазақстан Paramount инженерлер мен конструкторларының күш-жігерінің арқасында 3 жаңа жауынгерлік модульді әзірлеп шығару болды. Барыс үшін Аңсар, Арлан үшін Сұңқар, сондай-ақ Каспийдің қазақстандық бөлігінде қызмет атқаратын кемелерде орналастырылатын Тұран атауын алған теңіз модулі бар. Барлық модульдер бірыңғай бағдарламалық жасақтамамен бірыңғай басқару жүйесі болып табылатын шұғыла бірыңғай платформасына негізделген. Аңсар жауынгерлік модулінде 30 мм зеңбірек арнайы бағыттаушы кожухта орналасқан. Сондықтан ол сәл үлкенірек және жуан болып көрінеді. Қазақстан Paramount Engineering Weapon System Engineering атты еншілес компаниясын құрды. Компания жаңа жауынгерлік модульдерге арналған толықтай отандық бағдарламалық жүйені жасауға мамандандырылған. Сондай-ақ конструкторлық бюро құрылды. Ол Аңсар және Сұңқар модульдерін, сондай-ақ Тұран кеме модулін нөлден бастап жобалаумен айналысады. Жоғарыда айтылғандай, осы өнімдердің барлық бағдарламалық жасақтамасы бір платформада шұғыла бірыңғай басқару жүйесіне негізделген. Жүйе барлық жауынгерлік модульдердегі атысты басқарудың бірыңғай негізі болып табылады. Сұңқар жауынгерлік модулі әскерде өзін жақсы көрсеткен Арлан 4x4 брондалған дөңгелекті көлігі үшін арнайы әзірленген. Бұл екі пулеметтің қосарланған жүйесі НСВТ калибрі 12,7 мм және РКТ 7,162 мм. Бұл модульдің силуэті Аңсар сияқты өте төмен. Биіктігі 88 градус және мұнараның айналу жылдамдығы секундына 110 градус. Бұл әуе нысандарын атып түсіруге мүмкіндік береді. Шұғыла бірыңғай платформасының басты артықшылығы барлық 3 модульді Аңсар, Сұңқар және Тұран кеме модулін бір оператор басқара алады. Егер әскери қызметкер кем дегенде модульдердің бірінде оқыған болса, ол үшеуінде де оңай жұмыс істейді. Бұл жеке құрамды дайындау үшін өте пайдалы. Сондай-ақ атап өтетін жағдай, Аңсар, Сұңқар және Тұран теңіз әскери модульдері, бұлардың барлығы отандық әзірлеме. Барыс 8x8 бронды транспортері арнайы операциялардың басты кейіпкеріне айналуы әбден мүмкін. Ол біздің аймақтағы оперативті ахуалға лайықталып әдейі жасалған. Табаны жол бойына құрылатын қолдан жасалған миналар мен фугастарға қарсы күшейтілген. Экипаж отыратын орындықтар көліктің астына немесе бүйірінен жарылыс болған жағдайда жарақат алудан қорғайды. Жылдамдығы 100 шақырым сағатына дейін атомдық, биологиялық, химиялық қарулардан қорғаныс жүйесімен жабдықталған. Барыс 8x8 көлігі кондиционер климаттық бақылау жүйесімен жабдықталған. Баллистикалық қорғаныс жүйесі станок 4569. Сондай-ақ минадан қорғану станок 4569 4-ші деңгей. Жарылысқа қарсы қару-жарақ нұсқалары 57 мм қаштан басқарылатын жауынгерлік модуль АУ-220М. Сондай-ақ Қазақстан Paramount'та жасалған 30 мм 2А42 зеңбірек. Сондай-ақ 30 мм 2А72 зеңбірек Аңсар қашықтан басқарылатын ұрыс модулін орналастыруға болады. Лебедкасы резервтік электр жүйесі бар. Барыс 6x6 БТР өндіруші Қазақстан Paramount. Техникалық тактикалық сипаттамалары жоғарыдағы туысына ұқсайды. Жарылыс пен кинетикалық соққыға қарсы жақсы жарақталған. Оның жатаған аласа тұрқы жаудың нысанаға алуын қиындатады. Номад бронды дөңгелекті көлігі
қала ішіндегі операцияларда жаппай тәртіпсіздікті тыюға бекініп алған содырлар мен ұрыста құқық қорғаушы жасақтарға айнымас серік болатын көлік. Бұл көліктің басты қасиеті жол талғамайтыны. Ол кенет тосқауыл қойылған жолдан шығып кетіп, жүрісін жалғастыра алады. Сонымен бірге оның пневматикалық бульдозер қалағы қолдан жасалған кедергілерді жолдан алып тастауға қабілетті. Сырттан атып гранат лақтырғанда да экипажға ұзақ уақыт ұрыс қабілетін сақтауға мүмкіндік бар. Сонымен бірге израильдік қорғаныс компаниялары Israel Military Industries, Soltam және Elbit компаниялармен бірлесіп Петропавловск ауыр машина жасау зауыты Қазақстан қорғаныс министрлігі үшін 3 артиллериялық жүйені, найза, әмбебап реактивті дүркін оқ ату жүйесін, семсер өздігінен жүретін гаубица және айбат өздігінен жүретін минометті жасап шығарды. Найза реактивті дүркін оқ ату жүйесі Қазақстанның Кеңес одағынан қалған жүйелерді заманауи үлгімен қайта жарақтау әрекеті нәтижесінде бұрынғы град, ураган жүйелерінің реактивті снарядтарымен және аса дәл акулар экстра зымырандарымен ата беретін әмбебап жүйе жасап шығарылды. ГЛОНАСС навигациялық желісіне негізделген топографиялық қондырғылары қажетті квадраттарды дәлірек нысанаға алуға мүмкіндік береді. Нүктелерді де тұтастай аудандарда талқандауға қабілетті. Бұл жүйеде пакетті оқу әдісі қолданылады. Яғни бағыттаушыларға салынатын снарядтарды бірден жүктеуге болады. Бұрын бұлай істеу мүмкін емес еді. Оқтау кәдімгі мылтық сияқты біртіндеп жүзеге асырылатын бұрын. Жүйе басқа барлау жүйелермен бірге айталық дрондардан келетін барлау мәліметтерін қабылдап, қорытып шешім шығара алады. Бұл ұрыс жағдайында дәлдікті қамтамасыз етеді. Аздаған модернизациядан кейін экспортқа шығарылады деп күтілуде. Семсер құрылымдық жағынан бұл КАМАЗ жүк машинасының шассиіндегі айналмалы платформаға орнатылған 122 мм Д-30 гаубицасы. Ол өздігінен жүретін 155 мм Атомс 2000 гаубицасы жобасы аясында Soltam Systems компаниясы әзірлеген. Бұл НАТО стандарты бойынша атысты басқарудың автоматтандырылған жүйесімен және зарядтау жүйесімен жабдықталған. Электрондық жабдықтардан GPS және ГЛОНАСС аймағында орналасу жүйелері және батареяның аға офицерінің деректерді қабылдау компьютері пайда болды. Оқ дәрісі 80 дана. Өздігінен жүретін миномет айбат. Бұл бұрынғы кеңестік 20 мм 2.1-11-дің жаңартылған түрі. Бұл израильдік кері қайтару жүйесімен және кардом кешенімен жабдықталған. МТЛБ және БТР-70 шассиіндегі. Сондай-ақ бұның құрамына атысты басқарудың компьютерленген жүйесі және S2 қолбасшылық және инерциялық навигациялық жабдықтар кіреді. Оларды қолдану атысты дайындауға уақытты азайтады, 30 секундқа дейін, және бірден атқаннан дәл тигізуге мүмкіндік береді. Жүйенің жылдамдығы минутына 16 рет атуға мүмкіндік береді. Қарағай қысқа толқынды диапазон радиостанциясы. Өндіруші Киров атындағы зауыт Петропавл қаласында. Қарағай радиостанциясы оперативті аймақта радио байланысты жедел орнатуға арналған. Радио желіде бір уақытта 32 нүктеге дейін жұмыс істей алады. Сонымен бірге цифрлық ақпарат алмасу мүмкіндігі де жүзеге асырылған. Ақпарат тасымалдау жылдамдығы 300 бит секундына. КАМАЗ шассиінде орналасқан транспорттық база. Оның тез арадағы жол талғамай байланысқа зәру оперативті аймаққа жетуін қамтамасыз етеді. Қазақстанда Франциямен бірлесіп GM403 нұр радарын жасап шығаруда. Бұл жүйе әскерге қайта қаруландыру бағдарламасы бойынша жеткізілуде. РЛС Францияның Талес қорғаныс концернімен әзірленген және
Қазақстанда Granit Thales Electronics бірлескен кәсіпорнымен өндіріледі. Қазақстандық тарапты қазіргі уақытта Қазақстанның қарулы күштерінде тұрған әуе шабуылына қарсы қорғаныс кешендерін жөндеумен және жаңғыртумен айналысатын Granit арнайы конструкторлық технологиялық бюросы ұсынады. Қазір қарулы қақтығыстарда мемлекеттер ұшқышсыз ұшу аппараттарын көбірек қолданған кезде әскери радарлар ерекше маңызға ие. Мәселен, дрондарға тек бір жолмен ғана қарсы тұруға болады. Оларды ықтимал қолдану аймағына жібермеу керек. Яғни олар барлау жүргізіп, дәлдігі жоғары зымырандарды атып немесе түзетілген әуе бомбаларын тастай алатын жерлерде мүмкіндігінше алыс ұстау керек. Әуе қорғанысын нығайту ең алдымен хабардарлықты арттыру болып табылады. Әуе жағдайын толық меңгерген мемлекеттің артықшылығы бар. Бұл жерде біздің елімізге GM403 нұр радарлық кешендері көмектесе алады. ES-145 тікұшағы жерде су бетінде операциялар жүргізуге арналған қос двигательді өз қатарластарының ішіндегі озығы. Бұл машинада француз неміс Eurocopter концерні соңғы техникалық жаңалықтарының барлығы дерлік шоғырланған. Заманауи авионика мен электроника әдетте жұмысшы машинаға тән емес әдемі салон дизайнымен үйлескен. Сыйымдылығы 12 адамға дейін. Екі двигательінің бірі істен шықса да тік ұшақ жұмысын жалғастыра береді. Жағармай жүйесінің алшақ болуы, бірін-бірі қайталай алатын электроника мен негізгі трансмиссияны майлау жүйесі, соққыдан болатын кинетикалық энергияны жұтып қоюға қабілетті фюзеляж бен отырғыштар бұл машинаның қауіпсіздігін жаңа деңгейге жеткізіп отыр. Осындай технологиялық жарақ өз кезегінде комфорттың есебінен жасалған. Жолаушылар мен пилоттарға қымтырылып отырмай айналаны айқын көріп, тамашалап отыруына толық мүмкіндік береді. Қазақстанда алғаш рет Mi-171 ауыр тікұшақтарын құрастыру технологиясы енгізілуде. Жоба бюджеттік тікұшақтар құрастыру өндірісін іске қосу, отандық қорғаныс өнеркәсіп кешенін, азаматтық тікұшақ индустриясын, оқу-жаттығу базасын айтарлықтай дамытуды қамтамасыз етеді. Тікұшақтарды құрастыру және оларды тапсырыс берушінің талаптарына бейімдеу нөмірі 405 авиажөндеу зауытының өндірістік алаңдарында жүретін болады. Аталмыш кәсіпорын Қазақстанда осы үлгідегі тікұшақтарды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету мәселесінде үлкен құзыретке ие. 405 авиажөндеу зауыты Mi-171 типті тікұшақтар жөндеу, жаңғырту және техникалық қызмет көрсету үшін қазақстандық және халықаралық органдармен сертификатталған. Айта кетейік, Mi-171 тікұшақтары жолаушыларды және жүктерді тасымалдау, іздестіру, құтқару жұмыстарын жүргізу үшін пайдаланылатын болады. Семей инжиниринг акционерлік қоғамы бронетанктық техниканы күрделі жөндеу және модернизациялау бойынша жұмыстар мен қызметтердің барлық спектрін өндіретін, конверсиялық техниканы және азаматтық мақсаттағы техниканы дайындайтын мамандандырылған кәсіпорын болып табылады. Семей акционерлік қоғамы Т-72, Т-62 танктерінің, Т-72 және Т-62 танктерінің базасындағы бронетанктық қару-жарақ пен арнайы техниканың, БМП-1 және БМП-2 жаяу әскердің жауынгерлік машиналарының, БТР-60, БТР-70 және БТР-80 бронетранспортерларының, БРМ-1 және БРМ-2 жауынгерлік барлау машиналарының, БРДМ-2 жауынгерлік барлау десанттық машинасының, 2С-1 Гвоздика және 2С-3 Акация өздігінен жүретін артиллериялық қондырғылардың, жеңіл брондалған МТЛБ тягачының, әскери және қос мақсаттағы қозғалтқыштарды күрделі жөндеуден өткізуге қауқарлы. Семей инжиниринг акционерлік қоғамы Т-72 және Т-62 танктерінің, Т-72 және Т-62 танктерінің базасында бронетанктық қару-жарақ пен арнайы техниканың, БМП-1 және БМП-2 жаяу әскерінің жауынгерлік машиналарының, БТР-60, БТР-70 және БТР-80 бронетранспортерларының модернизациясын жасауда. Т-72-ның базасында қазақстандық
Т-72 КЗ шығыс танкісін жасап шығаруда. Жаңартылған американдық танктерге тән динамикалық қорғаныс. Бұл Израиль шеберлері өңдеген трофей модельдеріне тән. Кондиционер орнату. Бұл климаттың ыстық жағдайында өте пайдалы болды. Ал қосалқы энергетикалық қондырғы климат жүйесін тұрақты жұмысқа қосуға мүмкіндік береді. Ескі белсенді пассивті көздеуіштің орнына тепловизиялық көздеуіш орнатылды. Резинка жастықтары бар шынжыр табанды таспа жауынгерлік машинаның жүру қабілетін едәуір жақсартты. Т-72 КЗ танкі қарапайым қуатты машинадан әртүрлі кедергілерді жеңе алатын, борпылдақ құбылмалы топырақтарда баяуламайтын маневрлі көлікке айналды. Көлік командирі көздеушінің әрекетін қайталауға мүмкіндік алды. Ұрыс жағдайында бұл өте керекті нәрсе. Жүргізуші механикке жаңа бақылау аспабы, әлемдік аты бар өндірушілерден байланыстың навигациялық жаңа жүйелері орнатылды. Желімделген металл чиптерінің үйкеліс жабыны жауынгерлердің жарақат алу деңгейін төмендетеді. Қозғалтқыштың қуаты өзгеріссіз қалды, 840 аттың күшіне дейін, бірақ түйіннің өзі мұқият сұрыпталып күрделі жөндеуден өткізілді. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Қазақстан қорғаныс министрлігінің басшысы Иорданияға барған сапары кезінде жаңартылған Т-72 КЗ танкілерін Иорданияға сату жөнінде келісімге қол қойылған. Семей инжиниринг акционерлік қоғамында жұмыстар толық қарқынмен жүргізілуде. Жауынгерлік машиналар жаңа құрышпен жабдықталуда. Тораптарға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бөлшектер мен зеңбіректерді жаңартуда және көп бірліктердің жинақталуын барынша жақсартуда. Фирма Қазақстанның көршілеріне де таныс және халықаралық нарыққа табысты шығуда. Барыс КМ жобасының зымыранды артиллериялық кемесі өндіруші Зенит Орал зауыты. Отандық қару-жарақ өндірісінің мақтаныштарының бірі Оралдың Зенит зауыты 1993 жылы Қазақстанның кеме жасау бағдарламасының жемісі. Жас қазақ әскери теңіз флотының басты жабдықтаушысы. Барыс КМ жобасының зымыранды артиллериялық кемесі әдейілеп бейбіт мазмұндағы Қазақстан Республикасының әскери доктринасын есепке ала отырып жасалған машина. Ол өзінде бекітілген зеңбіректер мен басқа да атыс құралдары арқылы су бетіндегі нысандарды жоюға арналған. Заманауи байланыс және навигациялық қондырғылар бұл кемені Қазақстанның территориялық суларындағы барлық міндеттерді атқаруға мүмкіндік береді. Айбар жобасының жоғарғы жылдамдықта жүретін торуылдау катері өндіруші Зенит Орал зауыты. Қазақстан Республикасының суларындағы мемлекеттік шекарасы мен құрлықтық қайраңдарын бақылауға және күзетуге арнап жасалған. Кемелердің заңсыз жүзуіне, мемлекетаралық контрабандалық операцияларға, теңіздегі қарақшылық пен бандитизмге, заңсыз балық аулау және басқа да теңіз өнімдерін өндіруге, халықаралық теңіз заңдарын бұзатын әрекеттерге қарсы бағышталған. Ол патрульдік режимде Қазақстан Республикасының меншігіндегі суларды торуылдап, заң бұзушы кемелерді ұстауға және тексеруге әрекеттерін бақылауға арналған. Заманауи үлгідегі байланыс және навигациялық қондырғылары оның жеке немесе басқа да жүзу құралдарымен топтаса отырып арнайы операциялар жүргізуге толық мүмкіндік береді. Тапсырыс берушінің техникалық талаптарына сәйкес қару-жарақпен жабдықталады. Катер дербес түрде 7 тәулікке дейін жүзе алады. Жылдамдығы 40 теңіз түйіні, яғни құрлықтағы өлшеммен 74 км/сағатына жуық. Оптикалық барлау бағылау жабдықтары өндіруші Қазақстан Aselsan инжиниринг компаниясы. Барлау, тұтқиылдан шабуыл жасау, нысанаға алу сияқты арнайы оперативті тактикалық шаралар үшін оптикалық жарақтардың көмегі өлшеусіз. Ұрыс ошағындағы немесе басқа да проблемалы нүктелердегі ағымдағы оперативті ахуалды бажайлау заманауи оптикалық жабдықтарсыз мүмкін емес. Қазақстан көпке дейін импорттық оптикалық жабдықтарға тәуелді болып келді. Бұл мәселені шешу үшін Қазақстан Түркияның осы саладағы көшбасшыларының бірі Aselsan компаниясымен ынтымақтасты. Нәтижесінде оптикалық жабдықтар шығаратын отандық кәсіпорын дүниеге келді. Бірқатар заманауи оптикалық жабдықтарды өндіріс жолына қойылды. Канадалықтармен бірлесе жобаланған Қарағанды патрон зауытының стратегиялық міндеті патрондармен және басқа да жарылғыш заттармен елді тылдан қамтамасыз ету. Ол ең алдымен Қазақстан қарулы күштерінде кең тараған 5,45-39 мм
7,62 54 мм, 9,18 мм, 9,19 мм калибрлі патрондармен қамтамасыз етпек. Сонымен бірге көршілес елдер мен басқа да ықылас танытқан мемлекеттерге экспорт мүмкіндігі де қарастырылған. Сонымен қатар Қазақстанда Утес пулеметі да шығарылады. Қазақстанда жеке қорғану құралдарының нарығы соңғы уақытта белсенді дамып келеді. Бүгінгі күні бронешлем өндіретін 3 кәсіпорын және бронежилет шығаратын 5 кәсіпорын бар. Сондай-ақ Қазақстан ұшқышсыз ұшу аппараттарын жасауды қолға алуда. Израильмен бірлесіп, Элбит ұшқышсыз ұшу аппараттарын қазақстандық авиация өнеркәсібі қамқор менеджментпен бірлесіп жасайтын болады. Бұл компаниялар Қазақстан аумағында техникалық қызмет көрсету және израильдік бренд құқығына ие болды. Қазақстандық компаниялар басшыларының пікірінше, бұл жоба жергілікті білікті персоналды қалыптастыруға және жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ елдің шетелдік өндірушілерге тәуелділігін төмендетеді. Қазақстанда бұл компаниямен қандай ұшқышсыз ұшу аппараттарын жасап жатқаны әзірге құпия сақталуда. Элбит Systems қорғаныс электроникасымен айналысатын халықаралық компания. Компания аэроғарыш және қорғаныс жабдықтарын әзірлейді, өндіреді және сатады. Компанияның технологиясына жер және теңіз жүйелері кіреді, барлау, басқару және байланыс жүйелері. Элбит шығарған ұшқышсыз ұшу аппараттарының тізіміне Гермес 90, Гермес 450, Гермес 900, сондай-ақ Skylark, Arof Micro 5 және Arof Spinner, Shipper сияқты модельдер кіреді. Енді хабарымызды қорытындылайтын болсақ, Қазақстан өзінің қорғаныс өнеркәсіп кешенін белсенді түрде дамытып келеді және өзі үшін жаңа салаларды игеруге тырысуда. Қарулы күштерді қазіргі заманғы қару-жарақпен және техникамен жарақтандыру, қорғаныс өнеркәсіп кешенінің ғылыми-техникалық базасын нығайту және дамыту, республиканың жалпы ішкі өніміндегі қорғаныс өнеркәсібі өнімінің үлесін ұлғайту, сондай-ақ әскери мақсаттағы өнімнің экспортын ұлғайту негізгі міндеттер болып табылады. Қазақстандық қорғаныс зауыттарының мамандары Қазақстандық қорғаныс кешенінің мамандары әуе шабуылына қарсы қорғаныс радиотехникалық әскерлерінің құралдары, дәлдігі жоғары қару. Сондықтан республиканың қорғаныс өнеркәсібі өз жолымен дамуда. Қадірменді көрермендер, осы видео ұнаса, лайк басып, осы арнаға жазуларыңызды сұраймыз. Бұл біз үшін үлкен көмек болар еді.